Сулпакқа саяхат арқылы жасаймыз. Яғни Сулпакқа баратын кезде бізге не керек? Себет керек. Осы себетке Сулпакта не аламыз? Құралдарға қараймыз, сағат қай тілді көрсетеді, сол іс-әрекетті жасауымыз керек. Келіп ала қойып. Жарайды балалар. Енді келесі бізде қысқа жауап әдісі арқылы үй тапсырмасын қайталауға болады. Алгоритм дегенімізде қараңыз. Робот дегенімізде айтын. Робот адамның көмекшісі. Интернет дегенімізде дәлелдес. Бүкіл әлемдік желі. Бүгінгі тақырыбымыз біздің айналамыздағы ақпарат. Сол бойынша біз мәлімет аламыз. Біз қай жақтан мәлімет аламыз деді жаңа? Топик.kz. Онда ше Топик.kz платформасын ашайық. Енді қараңыздар балалар, Топик.kz'де бізде тақырыпқа байланысты видео берілген. Соны көріп кетейік. Яғни бірінші қабылдауды кім айтады? Қабылдау. Не арқылы қабылдаймыз? Қабелес? Ауыз арқылы, тіл арқылы. Тіл арқылы, сосын? Мұрын арқылы, көз арқылы, құлақ арқылы. Дұрыс. Топик.kz'де бізде тапсырма берілген. Яғни бірінші тапсырмамыз не екен? Сәйкестендіру. Тақарым шарды.
солай дұрыс болды. Інжу, бесеуі дұрыс болды. Сабина, сен де бесеуі. Ажар. Ерасыл. Бесеуі дұрыс болды. Арихан бесеуі дұрыс болды. Дұрыс. Так что? Және бесеуі. Айқын бесеуі дұрыс. Тәмелес бесеуі дұрыс. Жарайды, енді оқушылар мына жерде берілген үш құрылғыда не істейміз өзімізге тапсырып аламыз. Яғни біз бір тапсырманы орындау арқылы өзімізге үш құрылғы ұтып алдық деп айтуға болады. Келесі тапсырма. Екінші тапсырма орындаймыз оқушылар. Бұл жерде мына жоғарыда сурет көріп тұрмыз, иә? Осы суретке қарау арқылы кез келген заттың атауын төменде кестеге жаздық, яғни бізде дайын жазылып тұр. Суретте кейіпкерлер ол затты қалай қабылдайтынын кестеде көрсетіп тиісті орынға плюс таңбасын қоямыз. Яғни алманы біз көре аламыз, иә? Көруге не басамыз? Плюс басамыз. Ести аламыз ба? Алманы ести алмаймыз, иә? Дәмсіз аламыз ба? Яғни қосу таңбасын қоямыз. Иіссіз аламыз ба? Сипапсыз аламыз ба? Осылай ары қарай орындап кете береді. Ерасыл жарайсын. 30-дан 30-ын алды. Алихан жарысына келді. Жәния болып қалды. Айткен болып қалды. Тәмеміз болып қалды. Алихан аяқ алып қалды. Егер 30-дан 30-ын алған оқушылар болса, екі құрылғыдан өзімізге аламыз. Егер 30-ға жетпей қалса, бір құрылғыдан аламыз. Тапсырма оқушылар плюс таңбасын қойып болса, енді тест сұрақтарына жауап береміз. Яғни кез келген жауапты басу арқылы жауап беретін боламыз. Неше бол? 3-тің 3-і. Келесі. Оқушыларына 3 сұраққа жауап бергеннен кейін, мына жерде нысана тұр, иә? Соны бассақ, 4-ші, 5-ші сұрақтар ашылады. Осыларға да жауап берейік. Сұраққа жауап беретін болса, 3 құрылғыдан аламыз. 7-ден төмен болса, 2 құрылғы. Енді оқушылар, біз бағана картина бөлген себеп. Әрқайсысын бір құрылғыдан жарыстырамыз, тапсырма бойынша. Енді барлық осы құрылғыларды санап, кімде неше құрылғы болғанын санаймыз. Әр құрылғы 1 балдан есептеледі. Яғни 10 құрылғы алсаңдар 10 балл, 7, 8, 9 құрылғы алсаңдар 7, 8, 9 құрылғы болып, яғни 9 балл, 8 балл, 7 балл болып есептеледі.
Apay menде de 9. Apay menде 9 bal var, menде 9 bal. Жарайсың. Фамилияңыз? Тоғыз бал. Үнжі? Алихан? Apay menде 9 bal. Заңғар, аха. Apay menде 9 bal. Енді оқушылар шыққан балдарыңызды күнделік кезекке қойып шығайық. Яғни мен қойып шығамын, сіздер өздеріңіздің кәдімгі күнделіктеріңізді қойырсыздар, мен қойып шығамын. Жақсы, рахмет. Олай болса балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Sağ